Ежелгі Қытай әлемдегі ең көне және ең ықпалды өркениеттердің бірі болып саналады. Оның тарихы мыңжылдықтарға созылып, қуатты әулеттермен, жаңашыл өнертабыстармен және терең философиялармен ерекшеленеді. Сары өзенінің құнарлы жазықтарынан бастап, шекараларын қоршаған биік тауларға дейін, ежелгі Қытай бүгінгі әлемімізді қалыптастыруды жалғастыратын бірегей жолды жасады. Бұл бейнеролик ежелгі Қытай өркениетінің негізгі тарихи кезеңдерін, тамаша жетістіктерін және мәңгілік мұрасын зерттей отырып, оның жүрегіне терең үңіледі. Ежелгі Қытайдың әлем тарихына әсері даусыз. Қағаз, компас, оқ-дәрі және жібек сияқты өнертабыстары коммуникацияға, навигацияға, соғысқа және саудаға төңкеріс жасады. Конфуцийшілдік, даосизм және буддизм сияқты философиялары Шығыс Азияда және одан тыс жерлерде этикалық ойға, рухани тәжірибелерге және әлеуметтік құрылымдарға қатты әсер етті. Ғасырлар бойы жаңашылдық, мәдени алмасу және саяси эволюция арқылы ежелгі Қытай адамзат өркениетінің гөбеленіне мәңгілік из қалдырды. Ежелгі Қытайдың тарихы Паннызы-Дыңғылцин ғасырға жататын Шан әулетінің көтерілуінен басталады. Сары өзен аңғарының айналасында орналасқан Шан, археологиялық қазбалардан табылған күрделі қола ыдыстар мен қару-жарақтардан көрініп тұрғандай, қола құюдың күрделі технологиясын дамытты. Олар сондай-ақ қазіргі Қытай иероглифтерінің бастауы болған жазу жүйесін дамытты. Бұл тарихты, рәсімдерді және күнделікті өмірді жазуға мүмкіндік берді. Шан әулетінен кейін 8 ғасырға жуық уақытқа созылған Джоу әулеті келді. Джоу кезеңінде билеушінің билік ету құқығы Құдайдың билігімен берілген және ол әділ билік жүргізбесе, оны қайтарып алуға болатындығы туралы сенім болып табылатын аспан мандат тұжырымдамасы дамыды. Бұл тұжырымдама ғасырлар бойы Қытай саяси ойына әсер етті. Джоу дәуірінде сондай-ақ Қытай қоғамын мыңжылдықтар бойы қалыптастыратын екі ықпалды ой мектебі, конфуцийшілдік пен даосизмнің пайда болуымен философиялық жетістіктерге қол жеткізілді. Джоу әулетінің құлдырауынан кейін қарқынды қақтығыстар мен саяси бытыраңқылық кезеңі, соғысушы мемлекеттер кезеңі басталды. Осы хаостан амбициялы Цин Шихуанди басқарған Цин әулеті пайда болды. 1821 жылы Цин Шихуанди Қытайды бірінші рет біріктіріп, ғасырлар бойғы бөлінуді тоқтатып, орталықтандырылған империя құрды. Ол салмақ пен өлшемдерді, валютаны және жазбаша жазуды стандарттауды қоса алғанда, бірқатар реформаларды жүзеге асырды. Бұл кең империяда бірлікті нығайтты және сауданы жеңілдетті. Цин әулеті кезінде жүзеге асырылған ең амбициялы жобалардың бірі Ұлы Қытай қорғанын салу болды. Империяны көшпенді басқыншылардан қорғауға арналған бұл монументалды жоба Цин әулетінің күші мен инженерлік шеберлігінің куәсі болып табылады. Алайда жетістіктеріне қарамастан Цин әулеті қысқа мерзімді болды. Цин Шихуанди қайтыс болғаннан кейін бірнеше жылдан кейін құлады. Цин әулетінен кейінгі Хань әулеті көбінесе Қытай тарихындағы алтын ғасыр болып саналады. 4 ғасырдан астам уақытқа созылған Хань әулеті өнер, әдебиет және технологияның гүлденуіне куә болды. Хань императорлары әлеуметтік үйлесімділікті, ата-анаға құрметті және жақсы басқаруды баса айтқан конфуцийшілдікті мемлекеттік философия ретінде қабылдады. Олар конфуцийлік мәтіндерге негізделген мемлекеттік қызмет емтихандарының жүйесін құрды. Бұл меритократиялық бюрократияға жол ашты. Хань әулеті сондай-ақ империя аумағының айтарлықтай кеңеюіне куә болды. Оның ықпалын Орталық Азияға және Жібек жолы бойына таратты. Бұл кеңею мәдени алмасу мен сауданы жеңілдетіп, Қытай тауарларын, идеяларын және технологияларын алыс жерлерге жеткізді. Хань әулетінің Қытай өркениетіне қосқан үлесі кең және ұзақ мерзімді болды. Оның саяси, әлеуметтік және мәдени ландшафтын ғасырлар бойы қалыптастырды.